50 жыл бұрын бұл құм еді. Шексіз сарғыш. Жел, шығанақты жағалай орналасқан бірнеше балықшылар ауылы. Аспан сызығы жоқ, суперкарлар жоқ, 124 қабаттан селфи жоқ. Содан кейін мұнай ақшасы келді. Бірақ мұнда бір ерекшелік бар. Дубай тек шикі мұнай сатудың орнына идеяларға бәс тікті. Порттар, әуе компаниялары, еркін аймақтар. Мұнда келіңіз, мұнда құрыңыз, нөлдік табыс салығынан рахат алыңыз. Ол кезде бірнеше қабатты ғимараттар. Қазір болат ормандар. Бурдж Халифа бұлттарға тиіп тұр. Ол кезде топырақ жолдар мен дау қайықтары. Қазір жүргізушісіз метро шыны мұнаралар астында. Әуежай шағын ел сияқты әсер қалдыратын. Ол кезде су бағалы тамшы еді. Қазір тұщыту қондырғылары теңіз суын душка, фонтандарға және пальма аралдарына айналды. Олар шөлде жаңа жағажайлар жасады. Ол кезде ұйқылы өзен. Қазір әлемдегі ең қарбалас хаб сізді түнде кез келген жерге дерлік байланыстырады. Эмирейтс ұшып кетті және кенеттен аялдамалар шағын демалысқа айналды. Ол кезде инжу маржан саудасы. Қазір идеялар саудасы, финтех логистика, медиа ойын стартаптар көрмелер, өнер жәрмеңкелері конференциялар. Ол кезде ыстық күндер, одан да ыстық түндер. Қазір салқындатылған автобус аялдамалары, көлеңкелі серуендеу жолдары, үлкен сауда орталықтары өз ауа райымен. Ол кезде қарапайым базар. Қазір аквариумдары, шаңғы трассалары, әлемді бірден жұтып қоятын тағамдар әлемі бар мега сауда орталықтары. Бірақ мені таң қалдыратын нәрсе бұл тек жылтыр заттар емес. Бұл ережелер жылдамдық және қызмет көрсету. Рұқсаттар күндер ішінде. Визалар бірнеше рет басу арқылы және өзін стартап сияқты сататын қала. Бұл мінсіз бе? Жоқ. Мұндай жылдам өсудің шығындары бар. Энергия, су, жылу және тұрақтылық туралы сұрақтар. Дегенмен келесі бәс қойылған: күн фермалары, жасыл ғимараттар, автономды көлік және жаһандық таза технологиялар зертханасы болуға ұмтылу. 50 жыл бұрын құм, бүгін жоба. Ұнатсаңыз да, ұнатпасаңыз да, Дубай қала идея болуға шешім қабылдағанда не болатынын көрсетеді және күтуден бас тартады.